Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ИП-ның атауын, ИП-ның океедін, жалпы ИП-ға өзгерісті қалай жасайтынымызды көрсететін боламын. Ол үшін ECP күліштің бірінші файлымен, аутха файлымен осылай егов порталына кіріп аламыз. Ең төменгі жаққа түсетін боламыз. Міне осы жерде электронный лицензированные деген тұр. Осыған кіреміз. Бірінші тұрғанда елисенс порталына кіреміз. Осы порталда міне басты бетінде обслуживание дегенге кіреміз. Мінекей уведомление о начальной деятельности в качестве деген тұр ғой. Осыны таңдаймыз. Бірінші тұрған. Бізде екі порядок шығады. Соның екінші порядогына кіреміз. Уведомление об изменении сведений деп тұр ғой. Осыған кіреміз. Міне бізде кірілді. Заказать услугу онлайн деген осылай қап-қара болып тұрса, батырмасы жоғарыда тұрған ИП дегенді значокты бассаңыздар, мінекей осы заказать услугу онлайн жасыл болады, сіздерге зеленый болып шығады. Соны заказать услугу онлайн деп жібереміз. Бірінші сіз ИП-іңіз қай жақта тіркелген, сол қаланы белгілеп аласыздар. Мысалға, менде бұл ИП Шымкент қаласында орналасқан, адресі Шымкент қаласы. Райондарыңызды таңдайсыздар. Менде Апайский район. Бастапқы бетте өзіңіздің данныйларыңыз шығады бұл жерде. Міне индекс, почтовый индекске өздеріңіздің қалаларыңыздың индексін жазасыздар. Звездочка тұрған тұр ғой, міне төбесінде, индекстің төбесінде звездочка тұр. Сондай бар жерлерді толтырасыздар. Ол обязательно толтырылатын жер. Енді телефон номерімізді жазамыз. Келесі вопрос подтверждения из органа государственных дегенге вопрос заявка жіберіп көресіздер. Результатында да немесе нет деген жазу шығады. Да деген жазу шықса, ары қарай далені басасыздар. Ендігі кезекте бізде ИП-ның данныйларын толтыратын боламыз. ИП-ға почтовый индекс, жаңағы қай қалада орналасқан соның индексін жазасыздар. Облысқа жаңа кірілген кезде сіздер район, облыс таңдадыңыздар ғой. Мінекей сонымен порталдың өзі дайын қылып шығарып береді облыс, райондарды. Міне мен райондарымды және қаламды белгіледім. Әрі қарай бізде көшеміздің атын жазамыз, улицаны, и номер, дом жазамыз. Өздеріңіздің номер, телефондарыңызды жазасыздар. Звездочка тұрған жердің барлығын толық толтырамыз. Ең соңғы бізде наименование деген жерге ИП-ның атауын жазасыздар. ИП-ларыңыздың атауын өзгертіп жатсаңыздар, өзгертіп жазыңыздар. Ары қарай далені басасыздар.
бұл бетте біз окет таңдаймыз. Окет дегеніміз жаңағыдай ИП-ның қандай салада жұмыс жасап жатыр, соның туралы белгілейтін боламыз. Менде мысалға қазір торговля деп белгілейін. Торговля, строительный, барлық океттеріңізді осы жерден белгілейсіздер. Бұл жерде бір емес 5 окет таңдасаңыз да болады. 5 салада да, 3 салада да жұмыс жасай беретін ИП-лар болады. Осылай өздеріңізге керекті окетті таңдап аласыздар. Келесі окетті таңдайтын болсаңыздар, қосатын болсаңыздар, тағы да міне мына жағында добавить деген тұрады. Соны басамыз. Менде екінші окетті таңдап басып жатырмын. Сохранить етемін қазір. Осылай өздеріңізге окет таңдап болған соң, далені басып, ECBOOK ключтың екінші файлымен, ERSA кілтімен қол қоясыздар және жібересіздер.